Алматы Қонаев бағытындағы жолда жүргізушілер зәр тапсырып жатыр. Не үшін? Тыңда. Ақпарат әлеуметтік желілерде бірден таралып кетті. Алматыдан Қонаевқа шыға берістегі жолда жүргізушілер зәр тапсырып жатыр деп айтуда барлығы. Жіберілген суреттерден тек полиция бөлімінің көлігін байқауға болады. Фотода ешқандай зәр тапсырып жатқан адамдардың белгісі жоқ. Бірақ жазба астында тоқтатып, зәр тапсыруға мәжбүрлеп жатыр делінген. Арнайы дәретхана емес, көшеттердің арасында. Бұл ақылы жолға кіре беріс дейді оқырмандар. Адамдардың зәресі зәр түбіне кетті деген осы шығар. Пост астында оқырмандар бұны растауда, кейбірі ыстық күннің астында 1 сағат тұрдық хаттама жазбай қойды десе, кейбірі литрі қаншадан болып жатыр деп әзілдеуде. Экспресс-ка тілшісі Алматы облыстық полиция департаментіне хабарласты. Әзірге ресми мәлімет берілмеді. Ақпараттың толық нұсқасы